Үшінші лекция тақырыбы дала демократиясы туралы. Ұлы дала ұғымы мен қазақ атаулары екеуі егіз ұғым. Дешті Қыпшақ, Тұран даласы, ұлы дала танып, Алтайдан Каспийге дейін көсіліп жатқан осынау қазақ жерінің тылсым тарихы да терең. Дала өркениетінің ең басты құндылығы ол әлемде ежелгі грек Рим халықтарынан кейін алғаш рет мемлекет басқаруда халық билігін, яғни дала демократиясын ойлап тапқан ұлт. Осы даланы мекендеген дана бабаларымыз қандар ел билеуде өз жеке бас мүдделерін емес, халыққа қызмет етулері үшін демократияның озық тәсілі қан талау институтын көрегендікпен ойлап тапқандығын біріміз білсек, біріміз білмейміз. Ақ кигізге салып қан көтерген халық ол хан мәртебесін алған соң, оның байлығын бөліске салып таратып алатын болған. Мұны қан талау деп атаған. Жеке байлығынан айырылған хан енді қазіргі тілмен айтқанда менеджерге айналып, қара халықтың қызметшісі болған. Бұдан кейін ханның тағдыры мен баюы халықтың игілігінің дәрежесімен байланысты болып отырған. Сондай-ақ дала демократиясының екінші тағы бір өзіндік ерекшелігі әр ру тайпа ақсақалдары мен билерінің ел қорғаған батырларының кеңес мүшесі ретінде құрылтайда қанға ықпал ете алатын дат тақсыр деп сөз алу дәстүрі болған. Осындай өзге жұрттан бұрын елімізде бабаларымыз қолданған халық билігінің бүгінде жұрнағы да қалмады. Оған отаршылдар тәрбиелеп өсірген элита өз халқының ең басты жауы деген Махатма Гандидің сөзінің кейіпкерлері себеп болды. Мемлекеттер басқару түрімен қатар құрылысына қарай да ерекшеленеді. Бүгінде Қазақстан унитарлық мемлекетке жатады. Латынның бір тұтас біріккен деген сөзінен алынған. Унитарлық мемлекеттің ішінде өз алдына бөлек басқа құрылымдарға жол берілмейді. Оның территориясы, конституциясы біреу ғана болады. Мемлекеттік биліктің жоғарғы органдар жүйесі азаматтық ортақ. Мысалы, Греция, Италия, Қазақстан, Польша, Франция және тағы басқа мемлекеттер жатады. Міне осындай унитарлы мемлекет Қазақстанға қос палаталы парламенттің мүлдем қажеті жоқ. Қос палаталы парламент тек федерация деп белгілі бір саяси тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардан бірігіп, одақтық жаңа мемлекетті құрған елге ғана тән. Мұндай мемлекеттерге ақш, Австралия, Канада, Малайзия, Ресей және тағы басқалар жатады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 33 бабының 2 тармағында республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға қатысуға құқы бар делін заңдастырылған. Ал енді біздің азаматтарымыздың осы бапта көзделген конституциялық құқықтары бүгінде мүлдем шектелген. Өйткені бұрынғыдай мажоритарлы жеке бір округтан депутат сайлауға тыйым салынған. Парламентке тек партиялық тізім арқылы ғана депутат бола алады. Өйткені сайлауға қатысатын 5 партияның құрамында көп болса 2 миллионнан астам партия мүшесі ғана бар. Қалған 8 миллион азаматтың сайлау құқығы мүлдем жоқ. Сайлану құқығы мүлдем жоқ. Өйткені олар аталған партияларға мүше еместер. Бұл жерде 10 миллион деп жасы 18-ге жеткен электораттың есебі ғана көрсетілген. Аталған электорат сайлау құқығы болғанымен сайлану құқығы жоқ, яғни 30 баптың талабы өрескел бұзылған. Демократияның басты бір институты болып табылатын ерікті әділетті сайлауды қамтамасыз ету үшін демократиялық принцип бойынша әр адамның дауыс беру құқығына ешқандай қол соғуға, сайлау бюллетендерін есептеуде бұрмалаушылыққа жол берілмеуге тиіс деген талап біздің елде мүлдем орындалмауда. Жоғарыда айтқанымыздай, аумалы-төкпелі алмағайып замандарды бастан кешкен қазақтардың осындай басқару жүйесі болған. Ел қамын жеген ерлері, сөзін сөйлеп, олардың жағдайын ойлаған шешендері, әділеттіктің ақ туын түсірмеген білгір билері болған. Билер халықтың көкейіндегісін тауып айтқан, көмейіндегісін жарыққа шығарған әділет жоқшысы болған. Бұл тұлғаның ерекшелігі сонда биді байлықта барлықта жасай алмаған. Би тұғырына топты жарып, таразы басын тең ұстап,
әділдікті сақтап, қара қылды қақ жарып айтатын парасатты адамдар халықпен сайланатын болған. Биге табиғи дарын, текті ақыл алыстан көріп барлай алатын, оны зерделей білген дана, сөздің майын ағызатын дүлділ шешендер жатқан. Би елші, мәмілегер, яғни дипломат ретінде де тарихтан өз орын алған. Ел басшылары сол заманда билер арқылы барлық түйінделген мәселелерді мүмкіндігінше бейбіт жолмен шешіп, бәтуаластыруды мұрат тұтқан. Қазақ ұлыстарындағы билердің жұртқа билік жүргізу мәртебесі ерекше болды. Билер өз құзырына қарайтын рулардың арасында сот, әкімшілік және әскери билікті де иемденді. Хандық басқару жүйесінде билердің рөлі ерекше маңызды болды. Ел басқару саяси салмағы бар билер аталған билік жүйесінде әскер басшысы, әкімшілік басқаруды жүзеге асырушы, дау жаңжалдарды төрелік айтатын, сот, дала демократиясының өкілі ретінде ең кемінде 4 міндетті ұштастыра атқаратын болды. Билер саясатпен айналысып, қоғам қайраткері дәрежесіне көтеріліп отырған. Би жекелеген адамдар ру мен ру, тайпа мен тайпа арасындағы дау жаңжалды шешумен ғана шектелмеген. Олар ел мен ел арасындағы қоғамдық мәні зор саяси мәселелерді шешуде хан сұлтандардың негізгі тірегі кеңесшісі болған. Хан сұлтандармен бірге мемлекеттік істерді шешуге араласып, халық кеңесіне қатыстырылған. Хан қаншама қаһарлы болғанымен өзінде билер кеңесінде көпшілік дауыспенен қабылданған шешімді жеке билікпен бұза алмаған. Әйгілі Әз-Жәнібек ханның жанында ел ішінің сыртқы саясатының барлық мәселелерін талқылап, баға беріп, жөн жоралға сілтейтін 60 биі болған екен дейді. Атақты Абылай ханның жанында үнемі кеңесші 8 биі болған тарихтан белгілі. Атақты билер мемлекетті басқаруда, яғни билік жүргізуде ең негізгі талаптарының принциптердің санатына бірлік пен келісушілік идеясын жатқызған. Яғни мемлекет ішінде тыныштық орнатудың, ел бірлігін нығайтудың, күшін арттырудың қайнар көзі хан сайлауда, билік жүргізуде, алауыздыққа, жүзге бөлінуге жол бермеу үшін күрескен. Ел ішінде би ой түйіп, сөз ұстап, әділ төрелік айтумен бірге бүкіл халықтың болашақ ұрпағын тәрбиелеуде де теңдессіз қызмет атқарумен қадірмен саналған. Қазақ халқының өмірінде билер институтының алар орны мен үлес салмағы маңыздылығы айрықша болды. Өйткені оның мемлекеттің саяси және әлеуметтік жағдайын тек әдеттегі құқықпен ғана емес, рухани мәдени салт дәстүр негізінде де ұштастыра әрі теңестіре отырып қамтамасыз етуші бірден бір құрылым ретінде рөлі ерекше болды. Бұл құрылым ол кезде мемлекеттік басқару жүйесімен тығыз астасып жатты. Билер ел, жер, жесір дауын, мал, жан, кәсіп мәселесін түйінді 4 ауыз сөзбенен тындырып отырған. Тындырғанда да хатсыз, қарарсыз, ауызша жүзеге асырып бітіріп отырған. Қазіргідегі алтын уақыттарын жиын, мәжіліс, съезбен өткізіп, құлаш-құлаш қаулы қарар қабылдап, оны жоғарғы төменгі бұйрықпенен таратып, төрешілдікке, қағазбастылыққа салынбаған. Ол кезде бір бидің өзі осы күнгі соттың да, прокурордың да, полицияның да, өзге де құқық қорғау органдарының қызметтерін атқарған ғой. Қоғамдық қайшылықтарды шешу тәжірибесінде сот төрешілері рөліне әртүрлі адамдар ұсынылған кезде меритократия, яғни ең дарындылар билігі принципі айқындаушы рөл атқарды. Оған сәйкес қазақтардың дағдылық құқығы жөнінен мол танымы бар. Ең талантты, беделді және тәжірибелі халық қазылары ғана билер бола алатын. Бұл орайда қазақтардың құқықтық дәстүрлерінде би атағын тікелей мұраға қалдыруға ешқандай жол берілмеген. Олардың заманында Ахмет Байтұрсынов пікірмен айтқанда, әділ билердің қолында билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын таптырмас дәрі болып еді дейді. Міне, бабаларымыздың ел басқарудағы таптырмас өркөнет биігінен көрінетін тәсілдердің кезінде отаршылдар тасталқан етіп, бүгінгі күндегі биліктегілерді жалтақтық, жандайшаптық күйге жеткізіп отыр. Ұлтының ұлы мұраттарына жету үшін бүгінгі ұрпақ міндеті сол дәстүрлерімізді жаңа заманға сай жаңғырту болып тұр. Есенғазы Қуандық.